Барлығыңа сәлем, каналға қош келдің. Бүгінгі видео сабақта ағылшын тілінде 1-ден 100-ге дейін санап үйренетін боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қара, каналға тіркел, лайк бас, қолдау көрсетуді ұмытпа. Ал ендеше бастайық. 1. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. Мұнда 1-ден 10-ға дейінгі сандардың жазылуы берілген. Бір саны 1 3 әріптен тұрады. O-N-E. И әріпі сөздің соңында келіп тұр, сондықтан да біз бұл дыбысты дыбыстамаймыз. Келесі 2 2 3 әріптен тұрады. T, W және O. 2 болып дыбысталады. Келесі 3 3 T, H, R, E. TH әріптері сақау с дыбысын береді. Яғни біз тілді екі тістің ортасына қойып дыбыстауымыз керек. 3. Келесі 4 саны. 4 әріптен тұрады. F, O, U, R. Сөздің соңында келген R әріпін біз дыбыстамаймыз. Яғни біз for деп дыбыстайтын болсақ, бұл қате. Жай ғана for. Келесі 5 саны 4 әріптен тұрады. F, I, V және E. E әріпі жаңа айтқанымдай сөздің соңында келіп тұрғандықтан біз бұл дыбысты дыбыстамаймыз. Және де V әріпі жазылғанымен біз V әріпін F деп дыбыстаймыз. Яғни 5. 6 саны 6 3 әріптен тұрады. S, I, X. Келесі 7 саны 5 әріптен тұрады. 7 S, E, V, E, N. Яғни V және N әріптерінің ортасындағы E дыбысы дыбысталмайды. 7. Келесі 8 саны 5 әріптен тұрады. E, I, G, H, T. Бұл жерде I, G, H, T әріптері екі дыбысты береді. 8. Келесі 9 саны 4 әріптен тұрады. N, I, N, E. Жаңа айтқанымдай E әріпі сөздің соңында келгендіктен дыбысталмайды. Яғни 9. Келесі 10 саны 3 әріптен тұрады. Қалай жазылып тұр? Дәл солай дыбысталады. 10. 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20. Мұнда 11-ден 20-ға дейінгі сандардың жазылуы берілген. 11 саны 11 6 әріптен тұрады. V және N әріптерінің ортасындағы E әріпі дыбысталмайды. 12 саны 12 6 әріптен тұрады. Сөздің соңында E әріпі келіп тұр, сондықтан да біз бұл дыбысты дыбыстамаймыз. Және де E әріпінің алдындағы V әріпі F болып дыбысталады. Келесі 13 13. Байқағанымыздай 13 және 19 сандарының аралығындағы сандар тиін жалғауы арқылы жасалады. 13. Келесі 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20. 6 әріптен тұрады. T, W, E, N, T, Y. 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28
29, 29 және 30, 30. Мұнда 21 мен 30 аралығындағы сандардың жазылуы берілген. Байқағанымыздай, ағылшын тілінде де әр санды жеке-жеке айтамыз. Мысалы, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29. 30 саны 30. 6 әріптен тұрады. TH әріптері тілді екі тістің ортасына қою арқылы дыбыстаймыз. Яғни сақау с. 30, 30. Және де IR әріптері ө болып дыбысталады. 30, 30. Келесі мұнда 31 және 40 сандарының аралығындағы сандардың жазылуы берілген. 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40. Мұнда ескеретін бір жайт бар. Біз 4 санын 4 деп жаздық. 14 санын 14 деп жаздық. Ал 40 санын 40 деп жазамыз. 4 саны 4 әріптен тұрады. F-O-U-R. Ал 14 саны F-O-U-R, T-E-E және N әріптері арқылы жазылады. Ал 40 санында біз U әріпін жазбаймыз. Яғни F-O-R-T-Y әріптері арқылы жазамыз. U әріпін жазсақ, бұл үлкен қателік болып табылады. Мұнда 41 және 50 сандарының аралығындағы сандардың жазылуы берілген. 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50. Мұнда ескеретін мәселе бар. Біз 5 санын 5 деп жаздық. 15 санын 15 деп жаздық. Ал 50 санын 50 деп жазамыз. Яғни 5 саны 4 әріптен тұрады. F-I-V-E. 15 саны F-I-F-T-E-E-N. Ал 50 саны F-I-F-T-Y әріптері арқылы жазылады. Осыны ескерген жөн. Келесі 51 саны 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59 және 60 саны 60. 6 саны 6, 60 саны 60. Яғни T жалғауын еш өзгеріссіз жалғай саламыз. Келесі 60 пен 70 аралығында да дәл осылай әрбір санды жеке-жеке атау арқылы айтамыз. 70 саны 70, яғни 7 саны 7, 70 саны 70. Келесі 80 саны 8 саны 8, 80 саны 80. 90 саны 90, 9 саны 9, 90 саны 90. 100 саны 100. Алдында тұрған one сөзін қосып айтсақ та болады, қоспай айтсақ та болады. 7 әріптен тұрады. H-U-N-D-R-E-D. 100 болып дыбысталады. Міне достар, осымен бүгінгі видео сабақ өз мәресіне жетті. Мұнда 1-ден 100-ге дейінгі сандардың жазылу үлгісін қалдырдым. Егер видео сабақ ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліп, пікір жазып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Егер де қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, сіз менің алдағы уақытта шығатын видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз. Ал қазірше сау болыңыз.